Баршаңызға сәлем, біздің Ақтастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен дәл осындай үлпілдек, жұмсақ, дәл дүкендегідей болып шығатын кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына керек заттар: жұмыртқа, айран, сұйық май, ұн, қант және қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды алып, осылай ыдысымызға салып шығамыз. 3 жұмыртқа бізге қажет болады. Әрине көбірек жасайтын болсаңыздар, осы заттарды еселеп көбейте берсеңіздер болады. Енді оның үстіне қант қосып, жақсылап көпіршігенше миксерлеп алатын боламыз. Міне біздің массамыз дәл осындай көтерілгенше миксерлеу қажет. Одан соң оның үстіне аздап сұйық май қосамыз және айран қосамыз. Кез келген айранды қолдануға болады. Енді осы қойылған массаның барлығын тағы да бір жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Барлығы бір келкі қоймалжың болғанша. Енді оның үстіне ұнымызды қосып шығамыз және оның үстінен разрыхителді де қосып шығамыз. Осылай разрыхителді ұнның үстіне қосқанымыз дұрыс, сонда кекс өте жақсы көтеріліп шығуы үшін. Міне біздің массамыз дайын болды. Дәл осындай қоймалжың болуы қажет. Бұдан қатты қою немесе бұдан қатты сұйық болмағаны дұрыс. Енді дайын болған массамызды осылай кекстің қалыптарына барлығын құйып шығамыз. Міне дайын болды. Үйге аяқ астынан қонақ келетін болған кезде немесе балаларыңызға мектепке жасап беру үшін осылай әп-сәтте әзірлеп берсеңіздер болады. Пісіру жолы да оңай, әрі тез пісіп қалады. Енді оны 180 градус пеште 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне қараңыздар, біздің үлпілдек кекстеріміз қызарып пісті. Ал енді піскен кекстерімізді осылай ыдысымызға салып шығамыз. Міне қараңыздар, арасын бөліп көрсететін боламын. Барлығы піскен, сап-сары, әрі жұмсақ болып тұр. Дәл осылай кексіңіздің шығуының тағы бір құпиясы: сіздер жасайтын құрамындағы заттың барлығы бөлме температурасында болғаны дұрыс. Сонда кекстеріңіз осындай үлпілдек әрі жұмсақ болып шығады. Егер сіз арықтау кезеңінде жүрген болсаңыз, бірақ кексті өте қатты жақсы көретін болсаңыз, онда біздің YouTube арнамызда дәл осы кекстің пұпы түрі бар. Яғни ешқандай құрамына ұн қосылмайтын, сізді семіртпейтін кекстің рецептімен танысатын боласыздар. Міне біздің жұмсақ кекстеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер және біздің Ақтастархан YouTube арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі біздің каналдан сіздер дәмді ас әзірлеуді үйренетін боласыздар. Ас болсын!